құрметті қазақстандықтар, мен Нұғман Мерке. Қазір көптеген сұрақтар туындап жатыр екен. Осы Алға Қазақстан оппозициялық партиясының мүшелері қаражатқа айналып жатыр. Мінекей өзіңіз көріп тұрғандай, біз қарапайым жұмысшымыз, күнделікті нанымызды осылайынан қара жұмыс істеп тауып жатырмыз. Сондай-ақ Қазақстанда шынайы оппозициялық партия ол тек қана Алға Қазақстан, себебі біздің лидеріміз Марат Ламбаевты қамады. Одан кейін Алға Қазақстан төрағасы Аманкелді Жахинді қамады 7 жылға. Елвира Бигадина да 2 жылға сотталды. Тағы да көптеген саяси тұтқындар бізде сотталып жатыр. Бізге ешқандай жоғары жақтан қаржы бөлініп жатқан жоқ. Ешқандай олигархтардан ақша түсіп жатқан жоқ. Біз күнімізді мінекей осылайынан қара жұмыс істейміз. Біреуіміз қара жұмыс істейміз, біреуіміз таксовать етеміз, біреуіміз повар болып істейміз. Әр салада осылайынан біз өз күнімізді көріп жатырмыз. Бізді қолдаңыздар. Сіздер қарапайым халыққа айтатын алғысым шексіз. Сіздердің салып жатқан қаражаттарыңыз ол әрине біздің жолымызға кетіп жатыр. Біз Марат Ламбаевқа барып жүрміз. Дәл осы күнге дейін өздеріңіз білесіздер, әлі де қорғаушыларды кіргізбей жатыр. Біз Марат Ламбаев жайлы ешқандай ақпарат әлі білмейміз. Сондықтан бізге әлі қолдауларыңыз өте маңызды. Бізге қаржылай қолдау өте маңызды. Себебі біздің жолымыздан бөлек қорғаушыға төлейтініміз бар. Тағы да көптеген саяси тұтқындарға қолдауларымыз бар. Сондықтан бізді қолдаңыздар. Марат Ламбаевқа, Аманкелді Жахинге, Елвира Бигадинаға, тағы да көптеген саяси тұтқындарға бостандық талап етеміз. Алға Қазақстан.